Aslında tonu suyuk yok, ne dedi, жақсы yok da. Mına жерден ғана da suyuk. Осы енді 2-3 жаңағы тенерге мындай қылып тұр ғой, 2-3 іріңдей деді, қайта 2014-те дерматооперация істеттік. 2 жылдың ішінде қатты қинап отырды. Енді Қазақстанда істеп береміз дейді, ол үшін тағы да екінші аяғынан алайық сүйек дейді. Тізеден толыққа дейін жанында сүйегі жоқ. Нервін қазір алып шықтым. Күн салқындаған сайын қиналамын, жүруге, тұруға. Мына жерінен ғана жатамын. Былай толмайды, жандаса жата алмаймын. Татады да ішінде тені доғаннан кейін басында ерін қолымды өйтіп қойып қана ұйықтаймын. Былай шалқайып жата алмайсыз ғой? Астында тігістер бар, астынан операция істегенде. Ауа жеткен кезде мойнымды да тескенде. Рахаттан ұйықтағым келеді, тамақ жегім келеді. Соған қиналып, бір жерге бара алмаймын, көпшіліктің арасына ұялып. Қысын жазын маск тағып жүреді, қыста оранып жүреді. Ақшаны топ болған кезде факс жібереміз, операцияға келесің дейді. Өзбекстанға барды, көрдік, тағын қалпында істеп беремін деді атырмыз. Операцияның құны 10 000 доллар болады. Тікелде ақша жинағанын сұрасам кезінде 2,5 мың доллар істеп қойдым, ол қаражатты 7,5 мың доллар кетті. 7,5 доллар ақша берді. Осы екі болған, Екі. Анан жазынан қалайсың ба? Иә. Тұға қаласың ба, Алладан сұраласың ба? Иә. Не деп сұраласың? Қалай сұраласың? Иә, Алла деп сұраласың. Иә. Алла манан жазып. Мен десем, мен аяғын өткен арманым, анам жазып кетті деп. Мұсылман адам өзіне қалағанды бауырына қаламай, ол иманның ләззатын сезіне алмайды дейді, шынайы мұсылман бола алмайды дейді. Баршамыз ат салысып бір жәрдем берсек, 1000 теңге берсеңіз бір аса бір қиыншылық тудырмауы мүмкін. Бірақ сол 1000 теңгеңіз Алла нәсіп қылса бұл кісінің ауруының жазылуына себеп болды. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған мұңын сіздің 1000 теңгеңіз осы қиыншылықтан құтылуына себеп болар ағайын. Алланың разылығы үшін осы кісіге жәрдем берсек көпшілік бар. Бұндай қиыншылық Аллах тағала ешқайсымызға бермесін. Баршаларыңыз Алла разы болсын. Жақсылықта жарысайық ағайын.